Сәлем достар, бүгін лечо салатының рецебімен, яғни өзімнің жасау әдісіммен бөлісетін боламын. Өзім осы рецептпен әр жыл сайын жасаймын. Дәмі өте керемет болып шығады. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен салат жасау үшін көкөністерімізді дайындап аламыз. Ол үшін бізге қызанақ, болгар бұрышы және сәбіз бен пияз керек болады. Әдеттегідей үлкен қызанақтардың сыртқы қабығын аршып аламын. Бірінші барлық қызанақтың астын кесіп, үстіне ыстық су құямыз. 1-2 минуттай қойып, ыстық суды төгіп тастаймыз. Ыстық суды төгіп, салқын су құйып, сосын сыртқы қабығын аршып аламыз. Барлығының қабығын тазалап, 4-ке бөліп, блендердің көмегімен езіп аламыз. Немесе ет тартқышпен де жасауға болады. Барлық қызанақты осылай езіп аламыз. Сәбізді үккіштен өткізіп алдым. Болгар бұрышын ірілеп тураймыз. Пиязды жарты дөңгелек қылып тураймыз. Достар, рецептің құрамын сипаттама бөліміне қалдыратын боламын. Барлық көкөністерді турап дайындап алдық, енді пісіруге кірісеміз. Табаны отқа қойып, сұйық майды құйып қыздырамыз. Пиязды салып, жұмсарғанша 1-2 минут қуырып аламыз. Қуырып болып оттан түсіреміз. Сосын отты азайтып, бос ыдысты, яғни салатты қайнататын үлкендеу ыдысымызды қойып, үстіне бірінші езілген қызанақты құямыз. Артынша жаңағы қуырылған пиязды салып араластырамыз. Енді бір қайнағаннан кейін сәбізді салып араластырамыз. Сәбізді жақсылап араластырып, қайнағанын күтеміз. Міне қайнады, енді астындағы отын азайтып қоямыз. Сәбізді жұмсарғанша 5 минуттай қайнатамыз. Бес минут қайнатып, сәбізін жұмсартып алдық. Енді қызанақтың қышқылдығын басу үшін 6% алма сірке суын құямыз. Жақсылап араластырамыз. Тұзын саламыз. Келесі кезекте сарымсақты майдалап турап саламыз. 1 шай қасық кориандр саламыз. Соңынан қант саламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Өйткені бұйырса пайдалы әрі оңай жасалатын рецептерді салатын боламын. Қызықты видео рецептерді өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісінде басып қоюды ұмытпаңыз. Міне енді болгар бұрышы тез пісетін болғандықтан ең соңынан саламыз. Болгар бұрышын салып, орташа отта 20 минут қайнатамыз. Яғни бетін жауып бұқтырамыз. Толықтай 20 минут қайнады, салатымыз дайын болды. Астындағы отын сөндіріп, бірден банкаларымызға құятын боламыз. Банкалар мен қақпақтарды тазалап, осылай стерильдеп алдым. 10 минуттай стерильдейміз.
Енді дайын салатымызды банкілердің бәріне құйып аламыз. Достар, қазақша контенттің дамуына атсалысып, өз үлестеріңізді қосып, менің арнамды қолдай отырыңыздар. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, пікірге қосу белгісін қоя отырыңыз. Міне осы рецепт бойынша менде 3 литрден аса салат шықты. Сіздер қалауларыңыз бойынша азайтып немесе көбейтіп жасай аласыздар. Бұл қазіргі таңда хит болған салат, дәмінің керемет екенін бәріміз білеміз. Бірақ әркім әртүрлі рецептпен жасайды. Менің осы рецептім бойынша жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Банкаларымыздың бетін қалың көрпемен жауып, суыған соң салқын жерде сақтауымыз керек. Ал достар, видео рецепт ұнаса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және поделиться белгісін басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сіздермен болған Айнұр, баршаңызға сәттілік.